Саламатсың ба балақай? 118-ші сабақ кестелер мен пиктограммалар. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бірінші тапсырма. Әлия анасымен бірге отбасы үшін әртүрлі тағам дайындағанды ұнатады дейді. Әлияның отбасы қандай тағам түрін ұнататынын анықта дейді. Қазір соны анықтайтын боламыз. Бірінші атасы тұр, иә? Кестеде әртүрлі тағам түрлері тұр, иә? Атасы ет тағамын жақсы көреді екен. Екінші әжесі тұр. Әжесі де солай ет тағамын жақсы көреді екен. Одан кейін әкесі тұр. Әкесі манты мен ет тағамын жақсы көреді екен. Анасы ботқаны жақсы көреді. Мантыны, сосын ет тағамын жақсы көреді. Ал Әлияның ағасы ботқаны, мантыны, сорпаны және ет тағамын жақсы көреді екен. Ал Әлияның өзі болса, ботқаны, мантыны, сорпаны, ет тағамын және де балықты жақсы көреді екен. Әлия барлық тағам түрін жақсы көреді екен. Енді сен де өзің отбасының мүшелерін осылай пиктограмма құрсаң болады екен. Яғни суретімен міндетті емес. Мысалы, отбасы мүшелерінің атын жазып, және тағам түрлерінің суретін салмай-ақ, олардың да атын жазып, осылай пиктограмма құруыңа болады екен. Екінші тапсырма. Мәтін және кесте бойынша пиктограмма құр дейді. Бізде мына жерде дайын кесте тұр, соған қазір пиктограмма құрамыз. Әлия алманы, алмұртты, қара өрікті жақсы көретінін айтты. Сырым қара өрік пен алманы жақсы көреді. Сәуле тек алманы жақсы көреді. Ал енді пиктограмма құратын болсақ, қара өрікті біз сары түспен белгіледік дөңгелекпен. Бізде қара өрікті сырыммен Әлия жақсы көреді. Ал алманы қызыл дөңгелекпен белгіледік. Алманы сырым, Әлия, сәуле үшеуі де жақсы көреді. Ал алмұртты жасыл түспен белгіледік. Алмұртты тек Әлия ғана жақсы көреді. Біз осындай дөңгелектердің көмегімен пиктограмма құрдық. Үшінші тапсырма. Бір есепті таңда, сұлбасын салып, есепті шығар дейді. Кері есептер құрастыр. Асын шығарып көрейік. Себетте 5 алма бар және 3 алмұрт бар екен. Себетте барлығы неше жеміс бар дейді. Сұлбаның үлкен бөлігіне 5-ті жазамыз, ал кіші бөлігіне 3 деп жазамыз. Сонда сұлбаның астына барлығына сұрақ белгісін қоямыз. Барлығы қанша жеміс бар екенін табуымыз керек. Енді шартын жазайық. Себетте алма 5, алмұрт 3, барлығы белгісіз. Барлығын табуымыз үшін біз қосамыз. 5-ке 3-ті қосамыз, 8 болады. Сонда жауабы себетте барлығы 8 жеміс бар. Келесі әсінде себетте 5 алма мен одан 2 кем алмұрт бар дейді. Себетте неше алмұрт бар? Ал енді шартын жазайық. Себетте алма 5, алмұрт белгісіз, бірақ 2 кем дейді. Табу үшін, қанша алмұрт бар екенін табу үшін 5-тен 2-ні азайтамыз, сонда 3 қалады. Жауабы себетте барлығы 3 алмұрт бар. Б-сы. Себетте 9 жеміс бар. Одан 4 алмұрт алынды. Неше жеміс қалды дейді. Енді шартын жазайық. Себетте болғаны 9 жеміс. Алынды 4 алмұрт. Қалды қанша жеміс? Шешуі 9-дан 4-ті азайтамыз, 5 қалады. Жауабы себетте 5 жеміс қалды. Төртінші тапсырма. Әрбір топтағы заттар қандай белгілер бойынша топталған дейді. Бірінші топ ұннан жасалған өнімдер, яғни ұн тағамдары деген атау беруге болады. Екінші, біз құттықтауларда, туған күн мерекелерде құттықтаймыз, оны тосынсый заттары деп атасақ болады. Үшінші топта бізге не берілген? Ойыншықтар. Оны ойыншықтар деп атаймыз.
келесі конус тәріздес ойыншықтар деп айтып қойсақ болады. Ал сен қандай аттар қояр едің, атаулар қояр едің? Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.